балалар? Бүгінгі виртуалды сыныпқа қош келдіңдер. Кел ендеше, менімен бірге сауат ашу оқу қызметін бастайық. Бүгінгі өткізілетін тақырып тәтті балдың әлегі, ю дыбысы және әрпімен таныс боламыз. Бүгінгі өткізілетін сабақтың мақсаты ю әрпімен танысу, сөздегі дыбыстарды, дауысты және дауыссыз дыбыс түрлерін дұрыс айту және буынға бөліп айту, жол аралық сызықты сақтап, ю әрпін бастырып жазу. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырғым кеп тұр. Жұмбақ шешуге дайынсыздар ма? Күн нұрын далаға берді, дала оны гүлге берді. Гүл оны араға берді, ара әкеп бізге берді. Жұмбақты қайталаймын. Күн нұрын далаға берді, дала оны гүлге берді. Гүл оны араға берді, ара әкеп бізге берді. Жұмбақтың шешуін ойлан. Жұмбақтың шешуі бал. Бал өте дәмді, әрі емдік қасиеті бар. Дәрумендері өте көп. Бал араның беретін негізгі өнімі. Аралар балды гүл шырынынан жинап алады. Ара өте еңбекқор жәндік. Олар жылына 900 килограмм бал жинайды екен. Жұмбағымызды жалғастырайық. Қыс бойы жатады, тәтті ұйқыға батады. Бұл не? Бұл аю. Дұрыс. Аюдың ашқарақтығы деген ертегі оқып беремін. Мұқият тыңда. Қыс бойы ұйықтап жатқан аю көктем келісімен ұйқысынан оянып, орман ішін кезіп келеді. Жай келе жатқан жоқ, азық іздеп келе жатыр. Қорбаң еткен аю бір кезде ағаш түбінен бөшкелерді көріп қалды. Қуанып кеткен аю бөшкелердің жанына жетіп барды. Аю ашқарақтанып, бөшкені ашып қалса, өзінің сүйікті асы бал екен. Аю балды жей бастады. Кенет ызылдап, аралар да кеп қалды. Аю қорқып кетіп, қаша жөнелді. Бал жеймін деп әлекке түскен аю үлкен жануар болса да кіп-кішкентай аралардан қорқып қашып кетті. Осы ертегі бойынша қай сөзден ю дыбысын естідің? Дұрыс, аю сөзінен. Білсең де и мен жай уды жаза алмас едің аюды. Ою, тою, қоюға ұмытпа юды қоюды. Ю қосарлы дауысты дыбыс. И-у дыбыстары естілгенмен ю әрпі жазылады. О, и-ю. Қысқа и-у дыбыстары естілгенімен жазғанда ю әрпі жазылады. Ю әрпі қазақ сөздерінде де, орыс тілінен енген термин сөздерде де жазыла береді. Ю қос дыбыстың таңбасы. И-ю, у-ю. И-ю, у-ю. Ю, үйу, үйу. Жаю, жаю. Кею, кею. Қою, қою. Ою, ою. Қазақ тіліндегі сөздерде и әрпінен соң
У жазылмайды. Ю әрпі жазылады. Қи, қию. Ки, кию. Ти, тию. Есіңде сақта. Ал ю әрпі жазылмай, ию, қысқа и, у дыбыстары естілуі бойынша жазылатын сөздер. Киюана, аюан, хайуанат, хиюа, миюа. Келесі тапсырма. Қарама қарсы сөзбен сипатта. Сүт, сұйық, айран, қою, дұрыс. Суреттегі апамның іс-әрекетін айтып көр. Апам құрт жасап отыр. Апам құртты қайда жайды? Төмендегі суретке назар аудар. Оюлы сырмақ, ши және дастархан суреті. Апам құртты шиге жайды. Шеңберді әкеп алаңға, байлап қойдым бағанға. Қараңдаршы, қандай бейнеге ұқсайды? Әріпке ұқсайды. Қандай әріпке? Ю әрпіне. Жарайсың. Енді өзің ю әрпінің бейнесін моншақ және ермек саздан бейнелеп көр. Енді ю әрпі және юдың ішін сызықтармен толтыр. Оюдың ішін сызықтармен толтыр. Ою сөзіндегі ю әрпінің орнын тап. Ою. Ою сөзін буынға бөліп айтып көр. Қанша буыннан тұрады? Ою. Ою сөзі 2 буыннан тұрады. Оқулықтарыңызды көлбеу қойып, ю әрпін үзік сызықтар үстінен бастырып, жазып үйренейік. Кел балалар, кім зерек ойынын ойнайықшы? Ол үшін мына әріптерді ішінен ю әрпін тауып, және барлық әріптерді өз үйшігіне орналастыр. Ю әрпі қызыл үйшікке барады. Өйткені ю әрпі қосарлы дауысты дыбыс. Балалар, осымен бүгінгі сауат ашу ұйымдастырған оқу қызметі аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.